Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақта сіздермен бірге ас қорыту жүйесінің патофизиологиясын талқылаймыз достар. Достар, видео басталмай тұрып каналыма тіркеліп, қазақша медициналық контентті қолдап кетіңіздер. Жалпы ас қорыту жүйесі бізге өте маңызды жүйелердің бірі. Ас қорыту жүйесі арқылы біз тамақ ішеміз, тамақты қорытамыз, энергия аламыз, солай өмір сүреді екенбіз. Жалпы ас қорыту жүйесіне ауыз қуысы, өңеш, асқазан, бауыр, ішектердің бәрі кіреді. Осылардың бәрін сіздерге физиологиясын, патофизиологиясын бүгінгі сабақта, бүгінгі видеода сіздерге қарапайым тілде түсіндіруге тырысамын. Ас қорыту жүйесі бізде ол мидан басталады достар. Осы екеуінен көп түсіндер жатасады, сол үшін біліп алыңыздар. Мысалы, сіздер тамақты көрген кезде, дауысын естіген кезде, жасап жатқан кезде майдың шыжғырылуын, например, сәбіздің турап жатқанын естіген кезде бірден асқазанда сөл бөлініп бастайды. Осы ол қыртыс мидың әсерінен болады. Сол үшін ас қорыту мидан басталады деп айтамыз. Екіншісі, аппетиттің екі орталығы бар. Ашығу орталығы, тою орталығы, ол гипоталамуста орналасқан. Осы гипоталамуста орналасу арқылы біз не істейміз? Ашу, сосын тою сезімдерін біледі екенбіз. Енді ас қорыту, жалпы ас қорыту жүйесі неден бұзылады? Этиологиясы қандай? Оларға қоректену бұзылыстары, қоректенудің белгілі тәртібінің бұзылуы, ұзақ уақыт аш жүру, сапасыз қоректену. Қазір таңда бұл мәселе өте актуальды. Студенттер арасында, қарапайым халық арасында тура сондай, өйткені бұл ас қорыту жүйесі бойынша көп адамдардың білімі жоқ. Сол үшін көп проблема, көп аурулар осы ас қорыту жүйесінде бар. Жұқпалы аурулар, гастрит, дизентерия, холера, улану, рак, стресстік жағдайлар, депрессия, тұқым қуалаушылық, осындай жалпы себептері бар екен. Бүгін әрқайсысын жеке-жеке қараймыз. Енді ас қорыту жүйесінің патофизиологиясын төртке бөліп қарастырамыз. Тәбеттің бұзылыстары, екіншісі ауыз қуысындағы ас қорытудың бұзылыстары, өңештің бұзылыстары, үшіншісі асқазанның бұзылыстары, төртіншісі ішектегі ас қорыту бұзылыстары деп төртке бөліп қарастырамыз. Сол кезде сіздерге түсіну өте оңай болады. Жаңа айтқанымдай, бізде гипоталамуста ашу орталығы, тою орталығы бар. Тәбет арқылы біз тамақты жақсы жейміз. Тәбет болмаса біз вообще тамақ жемей қоямыз. Енді тәбеттің мынандай бұзылыстары бар. Гиперорексия, ол тәбеттің көтеруі. Осыдан полифагия дамиды, не болса соны жей береді. Бұл көбіне қанты диабетпен ауыратын науқастарда кездеседі екен. Неге? Сіздерге нормасын бір түсіндіріп өтейін. Біздің қарнымыз аш болған кезде грелин деген гормон бөлінеді, ол гипоталамусқа әсер етеді, нейропептид болып миға әсер етеді. Миға әсер еткенде ол қарын ашу сезімі болады. Мына жерде тоюдың орнына ашу деген сезім болу керек. Мен шатасып кеттім достар, кешірім сұраймын. Осы кезде біздің қарнымыз ашады екен, біз солай тамақ жейміз. Екіншісі, тою орталығы қалай жұмыс жасайды? Ол бізде ашу орталығы түсінікті, қарнымыз ашқан кезде энергия керек, сол үшін біздің қарнымыз ашып бастайды. Екіншісі тою. Тою болған кезде біз тамақ жейміз. Тамақ жеген кезде май тіні бірден лептин деген гормонды бөледі екен. Лептин ол миға әсер етеді. Миға әсер еткеннен кейін ол тою орталығын активтеп жібереді. Тою орталығы активтелгеннен кейін біз тамақ жеуді тоқтатамыз. Өйткені бізге солай керек. Өйткені біз одан ары тамақ жей берсек, бізде бір патология бар. Немесе асқазанымызды қатты керіп жібереміз. Сол үшін бізге көп тамақ жеуге болмайды. Асқазанды керіп жіберуге де болмайды. Екіншісі глюкоза. Глюкоза ағзамызда қант деңгейі көбейгенде инсулин бөлінеді, глюкозаны барады, ол тіндерге кіргізеді. Инсулин екінші қызмет, ол тою сезімін активтейді, тою орталығын активтейді. Осы кезде біз тою сезімі болады бізде. Түсінікті ме достар? Лептин қысқаша айтқанда инсулин, осылай тою сезімі болады. Сосын пептид, осындай YY деген бар. Осы да солай тура әсер етеді екен. Бұл өзі сондай физиология. Келесі гипорексия, анорексия деген, ол тәбеттің азаюы. Ас қорыту жолдарының қабынуында, интоксикациялық синдромда, рак кезінде болады. Түсінікті ме достар? Гипорексия не үшін болады? Ол көбіне қанты диабеттен ауыратын науқастарда болады, полифагия болады, и олар не болса соны жей береді екен. Гиперорексия, анорексия керісінше олар тәбеттің азаюы. Ал парорексия дегеніміз бұрмаланған тәбет. Бор, топырақ, көмір сияқты заттарды жейді. Көбіне темір жетіспеушілік анемиясы кезінде болады. Неге? Себебі ағзамызда темір деңгейі анемия кезінде түсіп кетеді. Осы кезде осы темірдің деңгейін жоғарылату үшін компенсациялық тұрғыда бор, топырақ, көмір сияқты заттарды ағза жегісі кеп тұрады. Темірдің деңгейін көтеру үшін. Бірақ по-любому оны жесе де темір көтерілмейді.
Келесі, ауыз қуысындағы ас қорыту бұзылыстары және өңештің бұзылыстары. Достар, түсінікті ме? Тәбеттің бұзылыстары осындай ғана. Айтасыздар, гипорексия, парарексия, гипорексия, анорексия деп 4 түрі бар. Осылай жаттап алыңыздар. Қысқаша деңгейде айтып жатырмын. Ауыз қуысындағы ас қорыту бұзылыстары және өңештің бұзылыстарына біздегі енді тағы бір норманы қайталап жіберейік. Жалпы ауыз қуысының екі қызметі бар. Тамақты ұнтақтау, тамақты не істеу? Сілекейлеп, шылап, оны ары қарай өңешке өткізіп жіберу. Шайнау кезіндегі тағамның ұнтақталу мына себептерге байланысты, бұзылады уже. Бұл жерде уже комок не істей алмаймыз, біз бөле алмаймыз. Тамақты дұрыс жей алмаймыз, бір сөзбен айтқанда. Бұларға сілекей бездерінің қызметі өзгерістерінен, ауыз қуысы, кілегей қабықтардың тілдің қабынуы, гингивит, гластит қабынудың белгісі болып тұрған кезде тіл уже не істейді? Ісіп кетеді, ауырсынады қатты. Осы кезде науқас тамақ жей алмай қалады. Кариес, пародонтит тура сондай, тістің қабынуы, кариес болғанда да, қатты ауырғанда науқас тамақ жей алмай қалады. Өздеріңізді білесіздер, кариеспен ауырып көрдіңіздер. Шайнау бұлшықеттерінің қабыну дистрофиясы тура сондай, астыңғы жақтың сынуы шығуы. Даже астыңғы жақ сынып кеткен кезде науқас 2,5 ай бойы, 3 ай бойы сұйық тамақ қана трубочкамен ішіп қана қалады. Анау жаңағы сүйектің жазылғанша, сүйек біткенше солай сұйық тамақ жеді екен. Көрдіңіздер, ас қорыту жүйесі қалай бұзылады. Келесі шылау, яғни сілекейлеу. Біздегі ауыз қуысында 3 үлкен без бар, сілекей бездер бар. Оның ең негізгісі құлақ маңы сілекей безі. Енді сілекейдің көп бөлінуі гиперсаливация деп атаймыз, ол сусыздануға алып келеді. Сілекей көп бөліне бергендіктен адам түкіре береді, көп түкіре береді. Немесе екінші вариант жұта береді. Адамдар көп жерде ол не істейді? Жұта береді. Осы кезде енді сілекейді көп жұтады науқас, асқазандағы қышқылды бейтараптап жібереді. Өйткені сілекейдің pH-ы сілтіге қарай жақындаған кішкене. Сілтілік pH-пен ұстап тұрды. Асқазандағы қышқылды білесіздер, өте қышқылы, 1,5-2. Оны бейтараптап жібереді. Асқазанның пилорикалық бөлімі ашық қалады. Себебі асқазан ол немен ғана жұмыс жасайды? Қышқылмен ғана жұмыс жасайды. Осы кезде олар асқазан ойлайды, тамақ жоқ деп. Тамақтың бәрін не істеп қорытылусыз ішекке өткізіп жібереді. Ішектер бұзылады, науқаста не дамиды? Іші қатып запор дамиды екен. Ал сусыздану не үшін болады? Ол бізде науқас түкіре бергендіктен, сілекей безі қабынғандықтан, көп түкіре береді. Осы кезде судың бәрін шығарып жібереді ағзада. Сосын сусыздану дамиды. Гипосаливация. Ол сілекейдің аз бөлінуі. Себептері силодинит, паротит қабынғанда, силодинит, паротит деген осы сілекей бездерінің қабыну, көбіне болса жаңағы құлақ маңындағы бездер. Даже құлақ маңындағы бездер жігіттер төбелескенде удар тиеді ғой, осы кезде де қабынып кетуі мүмкін. Осы кезде гиперсаливация, гипосаливация болуы мүмкін. Олардың өзектерінде тас тұрып қалса, оны біз сиалоритияз деп атаймыз. Осы кезде вообще сілекей бөлінбей қалады. Сілекей бөлінбей қалса, білесіздер, ауыз вообще құрғап кетеді. Көмірсулар бізде ағзамызда ауыздан бастап, ауыз қуысынан бастап не істейді? Қорытылып бастайды. Сосын гипосаливация кезінде қорытылмай көмірсулар алмасуы бұзылады. Лихорадка кезінде турасында атропин, скополамин, эмхалиноблокаторларды да біз науқасқа беріп жіберсек, көп беріп жіберсек, осы препараттарын уланғанда да сілекей аз бөлінеді. Сілекейдің аз бөлінуін ксеростомия деп атаймыз. Шегірен муковисцидоз ауруында бұл гипосаливация көп кездеседі. Түсінікті ме, достар? Осындай, яғни сілекей аз бөлінсе, уже біз жұтынуымыз қиындайды. Өйткені біз кішкене сұйығырақ тамақты жұтыну ыңғайлы ғой бізге, сосын бізге ыңғайсыз болады. Келесі өңештің бұзылыстары. Өңештің жалпы негізгі қызметтер жұтыну, ол өңештің қызметі тамақты асқазанға өткізіп жіберу. Жұтыну өте күрделі рефлекторлы процесс, 3 фазасы бар. Ауыздық произвольная, жұтқыншақтық непроизвольная быстрая және өңештік непроизвольная медленная деген 3 фазадан тұрады екен. Ауыздық деген произвольная, например, біз тамақты жұтып, немесе жұтпайтынымыз өзіміз ми арқылы шешеміз. Немесе түкіріп тастауымызға да болады, дәмі ұнамай қалса. Немесе ары қарай жұтып жіберсек те болады. Жұтқыншақтық фазада непроизвольная болды, ары қарай кетіп қалса, біз оны қайтадан аузымыздан шығара алмай қаламыз. Ол кезде тез болады, және өңештік непроизвольная медленная. Ол кезде уже
2-3 секунд бойы асықпай өңештен өтеді тамақ. Соны біз непроизвольно медленно деген фазалар бар. Өңештің бұзылыстарына дисфагия өте көп кездеседі, оны жұтудың бұзылысы деп атаймыз. Дисфагияның мынандай түрлері бар. Механикалық дисфагия, тамақ комогы кесегі үлкен болса, немесе жұтыну каналы кішірейсе, механикалық дисфагия дамиды. Мысалы, жаңағы жүйелі склеродермия, дәнекер тіндерінің аурулары кезінде жұтыну каналы кішірейіп кетеді. Осы кезде механикалық дисфагия дамиды. Осы кезде науқас біртүрлі жаңағы қырып өтеді да осы өңештің жан-жағын. Осы кезде кішкене мына төстің артындағы ауырсыну сезімі күшейеді. Оны біз механикалық дисфагия деп атаймыз. Қозғалыстық дисфагия, жұтыну рефлекс бұзылғанда дамиды. Жұтқыншақ пен өңештің бұлшықтары зақымданғанда дамиды. Орталық жүйке жүйесі зақымданса, ауыр дисфагия дамиды. Например, полиомиелит, Паркинсон ауруы, инсульт кезінде. Өйткені керетін нервтардың бәрі не істейді? Өліп қалған. Осы кезде уже қозғалыстық дисфагия дамып кетеді. Науқас жұта алмайды, бір сөзбен айтқанда. Фагофобия, жұтынудан қорқу. Сіреспе, истерия, құтырма ауруларына дамиды. Аспирация бола ма деп қорыққандықтан тамақ ішуден бас тартады. Фагофобия деп атаймыз, жұтынудан қорқу. Например, бұрын барбаристі жұтынып аспирациямен жаңағы тұншыққан балада кейін барбарис жемей қою мүмкін. Өйткені сондай жұтынудан қорқып қалған, оны біз фагофобия деп атаймыз. Енді өңештің қозғалыстық қызметінің бұзылыстарын айтайын. Оған ахалазия жатады. Қазір сіздерге 4-5 ауруларға бір кішкене не істейін, разбор жасап жіберейін. Ахалазия дегеніміз ол кардиалды бөліктің сфинктері рефлекторлы түрде ашылмайды, соның әсерін тамақ өңеште тұрып қалады. Оны мезофагия дамиды осы кезде. Мезофагия дегеніміз тамақ мына жерде тұрып қалады. Бұл аурудың дамуының негізгі механизмі бұлшықет релаксациясына керек нейротрансмиттердің жетіспеушілігі. Вазоактивті интерстициялы полипептид әсерінен окситазот бөлініп, сфинктер мен бұлшықетті ашып, тамақты өткізіп жіберу керек. Негізі қалыпты осындай. Тамақ келеді, бірден осы кезде оксид азоты бөліну керек та, мына жердегі сфинктерді ашып жіберу керек, ол ары қарай тамақ өтіп кетуі керек. Ал ахалазия кезінде ВИП жетіспейді, яғни вазоактивті интерстициялы полипептид жетіспегендіктен мына жерде тамақтың бәрі тұрып қалады, шіріп бастайды. Оны біз мезофагия деп атаймыз. Екінші, өңештің диффузды спазмы. Өңештің тегіс бұлшықеттерінің гиперкинетикалық жиырылу әсерінен дамиды. Кеуде артындағы ауырсынумен көрініс береді. Өңеш жалады да, спазм, 1-2 жерден спазм болып қалады да, жабысып қалады, науқас вообще жұтына алмай қатты ауырсыну сезім береді. Бұл уже инфаркт миокардыдан біз не істейміз? Диф диагностика жасауымыз керек. Төстің артындағы қатты ауырсынумен бірдей көрініс береді екен. Инфаркт миокардыда тура сондай. Өңештің дивертикулы, өңештің қабырғасының кейбір жерлерінің бұртиып керіліп кетуі. Негізгі симптом ауыздағы жағымсыз иіс. Бәрінің ауыздағы жағымсыз иіспен көрініс береді. Бәрі өткенде тамақта тұрып қалады, шіріп кетеді. Мына жақтағы өңеш дивертикул не? Көрдіңіздер ғой? Осыны біз дивертикул дейміз. Вот. Осылай, осы кезде тамақтың бәрі ішіне кіріп кетті, шірейді. Шірігеннен кейін аузы жағымсыз иіс дамиды. Бір нәрсе тұрған сияқты иіс сезім болады науқаста. Герб өте көп кездеседі. Тоже өңештің сфинктерінің әлсіз болуынан тамақ қышқыл асқазаннан өңешке кері кетіп қалады. Солай барет өңеш дамиды. Мына жерде бізде не болу керек? Қалыптыда осы жердегі пилорикалық бөлімдегі жаңағы не істеп отыру керек? Тамақ бір сөз айтқанда қышқыл жабылып отыру керек, сол мына жердегі сфинктер жабылып отыру керек. Асқазан мына жаққа қышқыл өтіп кете береді. Осы герб кезінде мына жердегі әлсіздік болады сфинктерінің. Осы кезде өңештің құрылымы асқазанға ұқсап кетеді. Өңештің мына жердегі өңеште pH мына жерде жоғары негізі мынадан қарағанда. Ал pH асқазан төмен, сол үшін мына жерде барет өңеші дамып кетеді екен достар. Осындай өңештің бұзылыстары, осында негізгі аурулар өте көп. Мен сіздерге негізгі көп кездесетін ауруларды айттым. Келесі, асқазандағы ас қорыту бұзылыстары. Асқазанның секретор қызметінің бұзылысы. Жалпы асқазанның қызметінде бізде ол жерде pH пен жұмыс істейді. Ас қорыту, яғни белоктарды қорыту осы асқазаннан басталады. Асқазан нормада 2 литрге дейін сұйықтық өндіреді. Асқазанның көп сөл бөлігін гиперсекреция, ал
ас сөл бөлігін гипосекреция деп атаймыз. Асқазан сөлінің қышқылдығы жоғарылауын гиперхлоргидрия деп атайды. Ал қышқылдық азайса гипохлоргидрия, ал мүлдем дұрыс қышқыл болмаса ахлоргидрия дейді. Енді ашқылар өте маңызды. Ашқылар арқылы пепсиноген пепсинге белоктар ыдыратады. Ал ашқылар өзі тамақтардың бәрін өзі ыдыратып бастайды. И солай міне достар. Енді сіздерге нормасын айтып кетейін. Ашқылар бізде қалай бөлінеді? Бізде ашқылар бөлінеді, бізде протонный помпа деген механизм бар. Протонный помпа осы калий мен сутек алмасу арқылы ашқылар бөлінеді екен. Мына схеманы сызып алыңыздар достар. Мен сіздерге бәрін айттым. Бұл осыған байланысты ютубта видео бар, соны осыны көріңіз. Яғни протонный помпа әсерінен ашқылар бөлінеді. Жаттап алыңыздар. Сутек пен хлор қосылады, ашқылар қосылады. Бұл нормада болады екен. Енді Золингер-Эллисон синдромы, гиперхлоргидрия, гастеринома, ол көптеген қатерлі ісік. Гастериннің деңгейі жоғарылап көрініс беретін ісік. Бізде гастерин деген не бар? Асқазанда орналасатын бездер. Осы кезде ол уже не істейді? Нормасы негізі ашқыларды көтеріп немесе түсіріп отырады. Сондай қызметі бар. Ал гастеринома кезінде бұл ісік өте көп гастеринді өндіріп жібереді. Осы кезде ол ашқылардың деңгейін көтеріп жібереді екен. Асқазанда тамақ ұзақ сақталады, себебі тұз қышқыл көп болса, привратник сфинктер жабық болады мына жердегі. Асқазан тамақ көп тұрып ашып кетеді. Ал 12 ішекке өте қышқыл тағам түсіп, оны бейтараптарға ұзақ уақыт кетіп, науқаста іш қату пайда болады. Осы Золингер-Эллисон синдромының бір несі көрінісі осы. Жаңағы науқаста көбіне көп күн запор болып жүреді, ашқылар деңгейі көтеріліп, сосын жаңағы изжога көп болады. Науқастарда осындай. Оны біз гиперхлоргидрия деп атаймыз. Гипохлоргидрия дегеніміз ол ашқылардың деңгейі түсіп кетеді. Ашқылардың деңгейі түсіп кеткендіктен пепсин деңгейі түседі. Пепсин деңгейі түскендіктен ол белокты ыдыратылмайды. Белокты қорытпай қояды екен. Кардиалды сфинктер ашық, рефлюкс болады. Ашқылар бактерия көп, ауыз жағымсыз дамиды. Көрдіңіздер ғой, ашқылардың қандай несі бар? Көрдіңіздер ғой, қызметі бар. Ашқылар мына жерде деңгейі түсіп кетсе, екі сфинктерді ашық қалады да, ауызға жағымсыз иіс кетеді. Сосын рефлюкс дамиды, герб дамып кетуі мүмкін. Ашқылар сфинктер ашық, секретин деңгейі төмендейді. Секретин деңгейі төмендіктен ұйқы безі ферменттер деңгейі төмендейді да, науқаста диарея дамиды. Себебі не істейді? Бүкіл тамақ қорытылмаған, ішектердің бәрі қорытпайды, оның бәрін сыртқа шығарып жібереді. Оны диарея деп атаймыз. Атрофиялық гастрит, асқазан рагы кезінде ахиллея дамиды. Вообще ашқылар, кешірім сұраймын, вообще ашқылар не істейді? Деңгейі вообще жоқ. Вообще ашқылар жоқ, оны біз ахиллея деп атаймыз. Достар, міне осы жаңағы жаттап алыңыздар. Гиперхлоргидрия, ол Золингер-Эллисон синдромы кезінде болады. Гипохлоргидрия осы жаңағы неше түрлі гастрит әсерінен, рак әсерінен бәрі бола береді. Бір-біріне өте байланысты. Ішектегі ас қорыту бұзылыстары. Тағамдық қуыстық ыдырату бұзылыстарына бізге ішек қабыну аурулары энтерит, карит кезінде де. Өйткені ішектердің негізгі қызметі тағамдарды 12 ішек қорытып біткеннен кейін, оларды ішке сіңіру. Осы ішектердің қызметінен қалады екен. Ішек қабыну аурулары энтерит, карит, панкреатит кезінде де, холецистит өте тас болған кезде, дуоденит, ахалия, гипохалия, өттің аз бөлінуі немесе өттің вообще жоқ болуы, крон ауруы, малабсорбция синдромы, осылардың бәрі диспепсиялық синдроммен көрініс береді екен достар. Мына жерде жаттап алыңыздар, ішектердің негізгі қызметін білсеңіздер болды. Уже панкреатит болған кезде вообще белоктар ыдыратылмайды. Белоктар ыдыратылмағандықтан не болады? Сыртқа шығып кетеді. Оны мынандай симптомдармен көрініс береді. стеатерия, сосын креатерия деген сияқты. Олардың бәрін келесі бөлімде мен сіздерге толықтай айтып беремін достар. Назарларыңызға көп рахмет. Ас қорыту жүйесінің патофизиологиясы міне осылар болды. Назарларыңызға көп рахмет.